Берегов, знаете, Шахаслас. Привет. Жоқ деймін абай. Бүгін біз күшті қызықты тақырып талқылаймыз, Құдай қаласа. Менімен бірге болыңыздар. Так. Вообще кірмегеніме мен вообще біраз болған еді прямой эфирге. Жаңалық бүгін қызықты клиникалық кейсті талдаймыз. Алла қаласа атипичный, часто кездесе бермейтін инфаркт миокардын талдаймыз. Мен даусым сіздерге анық естіліп тұр ма? Наз, мен даусым естіліп тұр ма саған анық? Өзімді кішігірім таныстырып кетейін. Мен қазіргі кезде 7 жыл Ақтөбені бітірдім. Ақтөбе қаласында Марат Оспанов медициналық университетін. Қазіргі кезде кардиология және ішкі аурулар ғылыми зерттеу институтының кардиолог резидентімін. 2-ші жыл биыл Алла қаласа, енді 1 жылым қалды. Біз қонақтарымыз күтіп отырмын қазір. Бүгін стажы менен жоғары кісімен осындай қызық бір жаңағыдай эфир өткізгелі отырмын. Өзім қобалжып отырмын. Сіздерге сезіліп жатты деп ойлаймын. Экранның арғы жағынан бұндай формат менде бірінші рет. Қызықты болады деген ойдамын. Өйткені электрокардиограмманы, эхокардиографияны барлығын біз демонстрация жасап көрсетіп, осылай өтетін боламыз, Алла қаласа. Так что шығып кетпеңіздер. Анық дейді. Қай жерде істейсіз? Қай жылы бітірдіңіз дейді. Интернатураны 2015 жылы бітірдім. Ой, 2015 емес, 2022 жылы бітірдім. И ешқандай үзіліс болған жоқ арасында. Интернатурадан кейін сразу резидентураға. Рахмет, Наз. Рахмет. Қолдауларыңызға рахмет. Сұрақтарыңыз болса, вообще курс туралы сұрақтарыңыз болса, ЭКГ туралы сұрақтарыңыз болса, пока біздің қонақтарымыз қосылғанша маған қоя берсеңіздер болады. Так, мен қазір тағы бір рет қонақтарымызды шақырып көрейін. Так, қосылды. Саламатсыз ба, Сәуле ханым, қалайсыз? Жақсы, Аллаға шүкір. Что-то қосыла алмадым мадан бері. Мен қосылдым, дұрыс қосылдым ба өз ақпарынан? Егер де бір қатып қалып, бір не то болып жатса, жазып отырыңыздар. Ләз ханым, мен өз аккаунтымнан қосылдым ба? Енді шамал сізде. Дұрыс па? Өзіңіздің аккаунтыңыздан қосылдыңыз. Иә. Өзіңіздің аккаунтыңыздан қосылдыңыз. Бұлдырап тұр дейді. Қазір шамалы қосылып алайық, сосын реттейміз. Жанар ханым жүрейік. Қосыла алмай жатыр ма не? Мен бұлдырап тұрмын ба? Менде де сіз сәл бұлдырап тұрсыз. Қазір. Қазір техникалық. Саламатсыздар ма?
Қайсыздар? Иә, Жарық. болады қазір. Мен сіздерді өте жақсы көрдім. Сіздерде мен жақсы көрініп тұрмын ба? Иә, анық көрініп тұр барлығы. Бүгін бізде қонақта Жанархан ханым, бірнеше жыл стажы бар кардиолог ханымдар жұмыс жасап жүргенде біршама уақыт болған. Давайте, онда өздеріңіз таныстырып өтсеңіздер. Саламатсыздар ма? Мен бастап кетейін, иә? Бүгін кеш жарық барлықтарыңызға, көрермендерге. Сенбі күні болса да жұмыс күні болды. Сонда да уақыт бөліп бізге қосылғандарыңызға көп рахмет. Алдағы мейрамдар құтты болсын. Өзім жайлы айтатын болсам, атым Жанар Абдуалиевна. Негізі 15 жылдық стажы бар кардиолог маманымын. Оқуды бітіргеннен кейін бірінші күннен кардиолог маманы болып жұмыс істеп келе жатырмын. Алғашқы өмірлік жұмысымды Петропавл қаласында кардиологиялық орталығынан бастағанмын. Ол жаңағы мекеме мен үшін үлкен мектеп болды деп айтсам болады. Негізі Сауле ханым екеуміз бірге оқығанбыз, сокурсницамыз, екеуміз де кардиологпыз, әрі доспыз. Сауле ханымға сөз берсек, кешіресіздер, тағы да бір айтып кететін жайт. Соңғы 7 жыл көлемінде қазір амбулаторлық кардиологияда жұмыс жасаймын, әрі функционалды диагностикамен айналысамын, яғни эхокардиография маманымын. Қайырлы кеш барлықтарыңызға. Жанар ханым айтқандай, как мы с 1 класса вместе деп бригада. Менің есімім Сауле, дәрігер-кардиологпын. Өзім бірінші күннен бастап жалпы ПМСП саласында жұмыс жасаймын. Бірінші бастаған ауылдың амбулаториясында бастағам. Ол жақта тек қана кардиолог дәрігер емес, хирург да болдым, педиатр да болдым. В общем, барлық қыр-сырын білдім ауылдың. Қазір жалпы өзім жұмыс істейтін салам ПМСП, амбулаторлы кардиология. Сіздермен тәжірибемді бөлісуге дайынмын. Мен жаңа өзімді айтқан кезде толық қосып жібергім келіп тұр. Өмірді бірге құтқарайық, және де ЭКГ оқып үйренейік атты ЭКГ курстарының авторымын. Осы уақытқа дейін 200-ден астам студенттерге ЭКГ расшифровка жасауды үйреттім. Және де айтқым келетіні, осы жасап жатқан біздің прямой эфиріміз көптеген адамдарға пайдалы болады деген ойдамын. Сәттілік, ендеше бастайық. Мен бірінші бастайын. Енді осы бүгінгі жиналған себебіміз инфаркт миокард жайлы кейсті ортаға талқылаймыз. Енді бастайын. Бізде амбулаторияға пациент келеді, фильтр кабинетіне. Бірінші келген негізгі шағымы, ол катаральное явление, ОРЗ белгілермен фильтр кабинетіне келіп, больничный алуға келеді. Өзінің жағдайын үйде бірнеше күн емделген, айтпай кеттім ғой, 58 жасар ер адам, үйде бірнеше күн емделген, наурыздың 22-сінен кейін осы көп күн демалыс болып, далада көп жүріп қалып, суықтап қалғанмен байланыстырады. Келгендегі дәрігердің назар аударғаны жаңағы адышкасы. Бүкіл ОРЗ симптомдарымен бірге адышка пайда болған. Адышкасын айтқанда, осылай ентігу шағымы бар деп бұлай көрсеткенде, дәрігер соған назар аударып, өзіне ЭКГ шақыртқан. Пациентте жалпы анамнезінде курит, ондай өзінің
злостный курильщик деп айтпайды, ну, курит бір 10 штук, 7 штук деп айтты. Сосын анамнезінде артериальды гипертония бар, емі жоқ, симптоматический, яғни ситуационно, каптоприл немесе басқа дәрілерді не бар, соны қабылдай саламын деп айтылған. Осындай қысқаша анамнезі. И дәрігерді бұл осылай ұстап айтқаны күмәндандырып, ол ЭКГ-ні өзіне шақыртады. Сол кезде ЭКГ түсіріп, Жанар ханым, сізде ЭКГ-ні демонстрация жасап жіберсеңіз. Қазір мен демонстрация берейін да, Ләззат ханым, сіз бізге толық мағлұмат берсеңіз, ол жайлы. Жайлы не көрінгенін, сол кезде дәрігердің ЭКГ-да не көргенін толығырақ айтып береді. Бұл қосылғанша мен сіздерге инфаркт миокарда жайлы кішкене ақпараттандырып жіберейін. Вообще, ложный подъем сегмента СТ деген нәрсе бар. Мына келген клиент деп, мой пациентті қараңыздар, бұл кісі одышкамен, ОРЗ-дің признактарымен келген да. Значит, біз вообще бұл жерде ойламайсың, ол үйінде антибиотикотерапия жасады, мысалы да. Ешкім айтып тұрған жоқ, ол мен мына жерім күйіп, жаншып, ауырып бара жатыр, сол қолым үйіп жатыр деген ешқандай инфаркттың признактарын ешқайсысын айтып тұрған жоқ. Бұл жерде маңызды нәрсе фильтрдегі дәрігердің аңғарымпаздығы деп айтсам болады. Неге? Себебі сол кісі соны одышкасына қарап, вдруг бұда инфаркт деген сондай бір гипердиагностты қосты да, ЭКГ түсіріп, адам вообще подъем кетіп жатыр. Қазір ЭКГ-сын обязательно сіздерге көрсететін боламыз. Қараңыздар, ложный подъем сегмента СТ қай кезде болады? Мен бұл тақырыпты алдағы уақытта сіздерге күштетіп түсіндіріп беремін, но дополнительно айтып кетейін. Синдром ранней реполяризации желудочков, полный блокада левой ножки, пучка Гисса болатын болса, біз подъем көруіміз мүмкін. И, например, острый процесс болып жатқан кезде де кейде жағдай ЭКГ-да осындай подъем сияқты изменениялар береді екен. Міне көріп тұрғандарыңыздай, мына ЭКГ-да бұл пациент келген кезде 28 март күні алғашқы ЭКГ түсірілген фильтрда. Енді қараңыздар, подъем сегмента СТ 2-3 АВФ отведенияларында және де жаңағы В2-ден В5-ке дейінгі отведенияларда подъем берген. Бұл дегеніміз 3 отведениядан выше болатын болса, бұл многососудистое поражениені көрсетуі мүмкін бізде. Бұл именно тот случай, потому что подъем расширен, жаңағыдай диффузно кеткен, да, диффузный подъем сегмента СТ кетіп тұр на пациентте, қараңыздар. Көрініп тұр ма сіздерге? Бір кері байланыс беріп жүрсеңіздер, ЭКГ лентасы сіздерге көрініп тұр ма? Жанар ханым, отведениялардың көрсетіп жүрсеңіз кішкене, отведениялар жақып жатыр. Вот, қараңыздар, 2-3 отведенияда, АВФ-та, задняя нижняя стенка, да? Вот, В2-ден бастап, даже В1-ден ба? Мен қарай уже жаңағыдай подъем кеткен, да? То есть типичный ЭКГ с подъемом сегмента СТ бұл. ОКС подъем сегмент СТ полный ЭКГ-дан ғана біз қарап тұрмыз, да? Сол себепте мен бұл жерде айтып кеткім келіп тұр. Всегда чуть подозрение бола ма инфарктқа, золотой стандарт ЭКГ түсіріп қараңыздар. Потому что инфаркттың атипичный формалары, мынадан көп атипичный формалары. Именно амбулаторный случайда ол типичный клиникамен сіздерге пациент келмейді. Біз сол ситуацияны бүгін талқылағымыз келіп тұр сіздермен. Сөйтіп 28 күн ЭКГ түсіреді, подъемды көреді. Дәрігерлердің анықты жаңағыдай жұмысты тиянақтылығына байланысты бұл пациентті бірден скорый шақырып, алғашқы көмекті көрсетіп, скорыймен ЧКВ центрға апарып коронарография жасайды. Коронарография нәтижесінде бұл пациентте ПМЖВ-да 100% стеноз және де правый коронарная артерияда екі артерия, двухсосудистое поражение болып тұр бұл кісіде. Сөйтіп стенд қояды ПМЖВ-ға, келесі госпитализация через месяц деп двойная антиагрегантная терапиясын беріп пациентті жібереді. Бір айдан кейін келеді пациент, қайта жатылған сол кезде ЭКГ түсіреді, ЭКГ-да повторно подъем сегмента СТ. Қайтадан көтеріп тұр. Бұл қандай жағдай болуы мүмкін? Қараңыздар, қызық жағдай. Инфаркттан кейін бізде көптеген осложнениялар бар. Синдром Дресслера, немесе болмаса жаңағыдай
енді жағдайға байланысты кейбір пациенттерде кардиогенный шок, нарушение ритма, неше түрлі осындай процесстер болуы мүмкін. Бұл кісіде аневризма левого желудочка пайда болғанда, и егер де біз застывший подъем сегмента S-ті көретін болсақ, біз всегда аневризма туралы ойлауымыз керек. Неге біз аневризманы ойладық? Потому что всегда қолымыздағы ЭКГ лентасын предыдущий ЭКГ лентасымен, бұрынғы ЭКГ лентасымен міндетті түрде салыстырып қарауымыз керек. Лайфхак номер 1. Кешіріңіздер. Егер де сізге пациент келсе, осындай подъеммен, или полный блокада левой ножкамен, міндетті түрде бұрынғы ЭКГ-сі болса салыстырып қараңыз. Ол острый процесс па, хронический процесс па, бұрыннан келатқан процесс па, соны біліп алуымыз керек. Вот, енді қараңыздар. Сол кезде эхокардиография жасайды бұл пациентке. Бізге эхокардиография туралы, давайте Жанар ханым айтып кетсе. Мынау кешіресіздер, кішкене толықтыру, иә. Ләззат ханым айтып кеткендей, мынау 10 апрель күні жасалған ЭКГ. ЭКГ көрініс былай болды, иә. То есть застывшая кардиограмма. И застывшая кардиограмма, то есть подъем әлі сақталып тұрды, хотя арада 12 күн өтті. Ол первично келіп көрсе, дәрігер тағы да ОКС подъем деп қалуы мүмкін еді. Егер алдыңғы біз бұл пациентті білетін болғандықтан динамикасын анық көріп отырмыз, иә. Қазір енді эхоға кішкене шолу жасайық. Ең басында Сәуле ханым айтып кеткендей, бұл пациентте анамнезінде артериалды гипертензия болды, бірақ ол емделмеді, тек ситуационный препарат ішті. Егер мысалы сіздер эхода қарамайтын дәрігер болсаңыздар да, бірінші көзге түсетіні ол сол жақ қарыншаның гипертрофиясы. Яғни мынау қарынша аралық қабырға, бұл қабырға нормада 11 мм болу керек, бұл пациентте 15 мм қалыңдаған. Енді бүгінгі кейс бізде инфаркт, яғни сол жақ қарыншаның өзгерісі болғандықтан біз сол жақ қарыншаға қандай жаңдегі протоколда заключениеден басқа қандай жайттарға, мағлұматтарға көңіл аударуымыз керек. Ол қай сегменті зақымдалғанда, жаңағынде Ләззат ханым айтқандай, бізде застывшая кардиограмма, яғни аневризма. Ол аневризманы біз былай анықтаймыз. Кешіресіздер, қысқа видеода сол үшін енді барынша көрсетуге тырысам. То есть мынау бізде сол жақ қарынша, мынау апикалды қабырғасы, бұл жерде кеңею бар, аневризма бар. Экранға толық түспей тұр, бірақ лайк көрсетейін сіздерге. И сол бөлімше кеңейген, біріншіден бұл аневризма, екіншіден акинез қимылдамайды бұл қабырғая, то есть апикалды сегменті толық зақымдалған. И одан бөлек қарынша аралық қабырғасы, әсіресе төменгі сегментінде және бүйір қабырғасының гипокинезін анықтаймыз. Одан бөлек сол жақ қарыншаға әрине жүрекшеге көңіл бөлінуі керек, кішкене дилатациясы бар. Бірақ бұл енді артериалды қысымның өзгерісі болып тұр ғой. Және де тағы да бір айтып кететін жайт, ол сол жақ қарыншаның аластау фракциясы, фракция выброса дейміз ғой, сол дәл осы көріністе 41%. Қалыпты жағдайда ол 50 болу керек. Пациентте 9 бағанаға төмендеп тұр. Себебі мына жерде аневризма бар, рубец уже дамыған, және енді инфаркт алған пациент. Мен сұрақ қойып жіберейінші, Жанар ханым, біз бұл пациентке ХСН деп уже со снежной фракция выброса деп қоя аламыз ғой, да? Иә, әрине. Со снежной фракция выброса, себебі фракция выброса бізде қалыпты жағдайда 50 болу керек. 50-ден төмен болатын болса, умеренная фракция выброса. Умеренно сниженная. Умеренная, Біз көріп отқан көрермендерден бір кері байланыс сұрап жіберейік. Түсінікті болып жатыр ма? Қай жер түсініксіз болып қалып жатыр? Бір кері байланыс беріп жүрсеңіздер. Одан кейін тағы да бір айтып кететін жайт, мына УЗИ сердца 10 апрель түсірілген. Сол жаңағы 28-іне қаралды ғой бұл пациент бірінші рет,
ол кезде тек қана ЭКГ жасалды. ЭКГ жасалып, ОКС анықталғаннан кейін ол пациентті ешқайда тасымалдауға болмайды. Сол жерде біріншіден скорый шақырып, алғашқы көмекті көрсетуіміз керек, иә. Ал енді стационардан шыққаннан кейін динамики асықпай ары қарай зерттеулерді жүргізе беруге болады. Получается, в итоге біз қойдық диагноз уже пока бір ай кезінде острый инфаркт, содан ИПС, перенесенный инфаркт миокарда, датасын қоямыз, стентирование ПМЖВ тағы да от такого-то числа деп. Мұнда еще қосымша артериалды гипертония стадиясын қоямыз да, риск 4 болады, очень высокий, өйткені уже поражение бар, инфаркт миокарда деген, яғни ассоциированное заболевание қосылған. Және де ХСН с умеренно сниженной фракция выброса 41 деп, оны фиксация жасап қоямыз да. Емін уже ХСНнің емін жүргіземіз бұл пациентке. Ары қарай фракциясы көтерілу мүмкін, көбінесе инфаркттан кейін фракциялар көтеріледі, бірақ емі сол қалпында уже қалады, вот промежуточно умеренно сниженной фракциямен. Так, енді получается қалай амбулаторлы бұл пациентті бізде қазір негізгі акцент осы амбулаторлы дәрігерлерге арналған ғой, сондықтан мен айтып кетейін, амбулаторлы дәрігер болғаннан кейін қалай жүргіземіз ары қарай осы пациентті. Пациент выпискадан кейін бізге актив түседі. Қай поликлиникаға тіркелген, сол поликлиникаға актив түседі. Активті 2 күннің ішінде дәрігер, мысалы, даже суббота түссе, дүйсенбі емес, мысалы, жұма күні түссе, жұма күні қарап шығу керек. Яғни 2 күн онда күтпейді, иә? Өйткені ар жағында сенбі жексенбі қалады. Неге? Өйткені 2 күннен асырмай двойная антиагрегантная терапияны міндетті түрде қабылдау керек науқас. Өйткені егер 2 күн 1-2 күн жіберіп алатын болса антиагрегантная терапия ол біреуі мысалы тромбопул, аспирин болады, екіншісі 75 мг, екіншісі ол клопидогрел. Амбулаторияда бізде көбінесе кворокс береді бесплатно, және тромбопул. Осы екеуін қабылдамаса, 2 күннен асып кетсе, қайтадан рестеноз болуы мүмкін, яғни стенттің қайтадан жабылып қалуы мүмкін. То есть бұл жасалған бүкіл жұмыс далаға кетеді деп айтуға болады. Сондықтан 2 күннің ішінде актив беріледі, дәрігер барып, бұл науқастың міндетті түрде дәрісінің қолда болуын қадағалау керек, немесе алынбаса дәрісін апарып беру керек жазып. Егер ондай мүмкіндік болмаса, міндетті түрде оны алғызып, үйінде осы дәрілердің бар екеніне көзін жеткізу керек. Бұл өте маңызды жайт. Қалған емін уже ары қарай бере жатармыз. Оған көбінесе кіреді статины міндетті түрде, содан кейін бета-блокаторы және ингибитор АПФ уже там қараймыз да, егер позволение, пульс ары қарай қадағалауда болады дәрігердің. Енді кардиологтың қадағалауында 1 жыл міндетті түрде, как минимум кардиологтың қадағалауында болады. Яғни бірінші 3 айда ай сайын келіп отырады тексерілуге, ары қарай 3 айда 1 рет, және уже эхо, кардиограммасы ай сайын, эхо 3 айда 1 рет түсіріледі. Ну, это вот минимальный обследованияларды айтып жатырмын, және де жағдайына қарай, показаниясына қарай болады. Осындай минимальный ары қарай қалай дәрігерді, қалай бұл пациентті жүргізуіміз керектігін айтып кеттім. Қараңыздар, просто мынандай нәрсе бар да, бізде көбінесе инфарктты жіберіп алады дәрігерлер, ОКС-ті жіберіп алады, и соның өзі біршама асқынуларға алып келеді да. Мысалы, біздің случайда мен осы инфаркт миокарда бойынша қалар едім дәрігерлердің өзінің, мысалы, фельдшерлердің, воптардың, жаңа сіздер айтып жатқан алдыңғы халықпен қатынасқа түсетін алдыңғы қатардағы дәрігерлердің инфаркт миокардын ажырата алу жаңағыдай білімі артса екен деймін да. Сол себепті де мен ЭКГ курсын жасаған кезде басты ниетім ретінде осындай адамдарға пайдалы болу, хоть біреудің өмірі құтқарылса да, мен алған біліммен құтқарылса, мен үшін ол
қуаныштың үстіне қуаныш болар еді. Сол себепті де мен сіздермен бірге осындай бір мына көріп отқан көрермендерге бір ұсынысым бар. 3 күндік осындай мини курс сияқты былай инфаркт миокарды туралы толық протоколмен қамтылған, ЭКГ-сі, эхокардиографиясы, лечение диагностикасы бәрі қамтылған осындай 3 күндік мини курс өткізсек. Жалпы қалай ойларыңыз? Сіздерден жаңағыдай біз айтып кеткен болатынбыз, егер эфирге қатысушылар толығымен қарап осылай бізді қолдап отырған болса, сіздерге арнайы сыйлықтарымыз бар. Сыйлықты алу үшін комментарийға эфир сөзін қалдырсаңыздар, сіздерге сыйлықтарыңыз барады. Давайте жаңағыдай мини курс туралы ойларыңызды айтып кетсеңіздер. Меніңше ол өте қажетті курс, өйткені именно атипичный пациенттер ғой бірінші амбулаторияға келетін. Мысалы, өзімнің практикамда, өз коллегаларынан естігенде, тіпті жай тіс ауруымен келетіндер бар. Иррадиация жоқ. Типичная клиника, классика, бізге институтта үйреткендей классика, ол сразу скорыймен кетеді. Олар үйден ақ шақырып алады ондай пациенттер. Бізге келетіндер жаңағы дәрігерді насторожило, да, былай басқаны. Егер дәрігер оған назар аудара алмай қалса, представьте, вот кішкене ғана одышка деп еді, бірақ ОРЗ-мен келіп тұрған пациент қой, оны можно упустить запросто. Дальше антибиотик назначить жіберуі мүмкін ғой? Только вот жай былай көрсеткені дәрігерді күмәндандырып, ЭКГ түсіріп, а там уже такой подъем, да, кошачья спинка, ни с чем не спутаешь. Но бар ғой көбінесе еще без подъема болады ғой. Соны надо уметь распознать именно на первичном этапе. Соны уақытында беріп, чаще всего гипердиагностиканы лучше гипердиагностика, чем недодиагностика деп ойлаймын осы инфаркт кезінде. Бұл өйткені өмірін құтқару, біреудің папасы, мамасы, біреудің әжесі, біреудің баласы, меніңше ол өте керекті курс. Мен де өз жайымды айтайын, қысқаша негізі шынымен бұндай өте жиі кездеседі. Біз өзіміздің жұмыстық тәжірибемізде бұндай әртүрлі жағдайда күнделікті кездесеміз деп айта аламын. Енді ОКС-ті көрмесек те, атипиялық түрді, атипиялық патологияны негізі ОКС ол кез келген маманға керек нәрсе. Допустим, біз анау специализированный экзамен тапсырамыз ғой, сонда бірінші орында ол ОКС тұрады. Мұндай пациент фильтр кабинетке бару мүмкін, хирургтың алдына бару мүмкін, алдына кез келген маманға бару мүмкін, да? Біздің жағдайда тоже одышка, енді бізге белгілі кардиологтарға одышка, ол ауру сезімнің эквиваленті, ауру сезім болмаса да, одышка болған кезде біз үлкен көңіл бөлеміз, енді өз жағымнан эхокардиографияны мен 7 жыл кардиолог болып жұмыс істегеннен кейін барып қана меңгере бастадым. Өз шынымды айтсам, басында тек қана заключениясын оқимын, не бар, там фракция выброса, маңызды нәрселер үстіне даже қарамайтын едім, да? Ол функционалист болып, эхокардиография жасағаннан кейін барып, көп нәрсеге көңіл бөле бастадым. Негізі осындай основаны тек қана кардиолог емес, терапевт, басқа да мамандар білгені деп ойлаймын. Нұр үстіне нұр болады. Білім алудың ешқашан кемшілігі жоқ, одан кейін ешқашан кеш емес, білімді өзін маман, өзін жұмысын жақсы білетін маман болайық, бір-бірімізден білім алайық, бір-бірімізге білім берейік деп ойлаймын. Рахмет. Жанар айтып жатқанда, өзім өз практикамда басында қатты қиналатынмын эходан. Тіпті неге қарау керек екен, фракцияны әйтеуір біліп алдық, соған бұл тек қана менің проблемам емес, осы именно ПМСП проблемасын іштен білем да, қалай қарайтын дәрігерлердің. Бұл олардың біліктілігінің төмендігі емес, институтта жаман оқығандығының несі емес, проблемасы емес. Бұл жай тәжірибеде
оны ешкім үйретпеген, Мгм. институт үйретпеген. Айтып кетеді, бірақ бұлай вот мынаны білдіреді. Не үшін біз КСР, КДР, не үшін левый предсердияны қарауымыз керек, не үшін МЖП, задняя стенканы қарауымыз керек. Қай уақытта ол подозрение болады. Мысалы, бүгін айтып кетейін, бір пациент кетті. Никогда в жизни ничего меня не беспокоило деп. Я не знаю, откуда это все взялось. Травмадан кейін бүкіл аурулар шыға бастады да. Бас ауырып, бір кезде давлениесі никогда не было у меня давления. ЭКГ-сын несін қарап отырмын да, эхосында гипертрофия, умеренная, 13 миллиметр. Увеличение левого предсердия тоже 43 миллиметр. То есть незначительные изменения, бірақ олар мен түсіндіріп жатырмын. Бұл бір күнде бола салмайтын нәрсе емес. Бұл бірнеше жыл гипертониямен ауырған адамның жүрегінің өзгерістері. Соны түсінсе, осылай дәрігер оған, мысалы, мен бүгін түсіндірдім, значит, сіз давлениеңізді дұрыс тексермейсіз. Яғни бұл давление міндетті қадағалау керек, емін алу керек. Осы жүрегіңіздегі қазіргі өзгерістерді осылай қалдырсақ, қазір еміңізді алсаңыз, ары қарай өршімейді, ертең жүрек жетіспеушілігіне әкелмейді деп түсіндіре алатын болады. Әр дәрігер, әр фельдшер, әр ВОП дәрігері, бұл өте маңызды деп ойлаймын. Мен үшін прям эходан білімімнің аздығы өте маған қиын болды басында. Давайте Что сондай маған бәрін түсіндіретін деп. Вот сол себепті де біз арнайы осындай мини-курс 3 күндік. Бірінші күні, например, инфаркт миокарда туралы информацияларды, лечениесін қалай жасайтын Сәуле ханым айтып кететін болса, екінші күні эхокардиография бойынша параметрлері, если вдруг аневризма болатын болса, параметрлері, біз қалай инфаркттың измененияларын эхо бойынша қай нәрсеге қарайтынымызды Жанар ханым түсіндіріп кететін болса, үшінші күні мен ЭКГ признактарын қалай ажырату керек. Біз, например, ложный подъем болатқан шығар, мысалы, пациентте. Қай кезде қандай нәрсе істейміз, ЭКГ-ны қалай расшифровка жасаймыз, соны мен өзім сіздерге түсіндіріп өтетін боламын. Мынау жас қой деп олай не істемеңіздер. Мен 2 жыл болды осы ЭКГ курсымен айналысып жүргеніме. Курс туралы толық ақпарат алу үшін жаңағыдай дайректке жазсаңыздар болады. Эфир сөзін жазсаңыздар, сіздерге кітапшаны біз сыйлыққа береміз. Жаңағыдай қосымша өзіміздің арнайы сіздерге дайындаған парақшаларымыз бойынша. Зат ханым, айтып кетесіз ба? Әрбір Жанар ханымға бөлек жазасыз эфир деп, маған бөлек, сізге эфир деп мына жерге жазса бара береді уже. Уже үшеуі де бара ма? Эфирге деп осылай жазса барады. И қосымша эфир деп жазған кісілерге біз осы жасайын деп жатқан 3 күндік мини-курсымыз туралы информациялар беретін боламыз. Так что эфир сөзін комментарийға қалдырыңыздар. Және 3 кітапша аласыз. Біреуі бер. 3 кітапша. Бізден 3 кітапша сыйлыққа. Эхокардиография бойынша, артериальный гипертензия бойынша, ЭКГ расшифровкасы бойынша 3 кітапшаны сіздерге тегін сыйлыққа сыйлайтын боламыз. Әрбір дәрігер жасайды деп. Үлгеріп қалыңыздар жазып деп. Мен ойымша, қалай ойлайсыздар, нормально өткізген сияқтымыз эфирді. Жақсы жоғары деңгейде өткіздік. Жаңа біраз қобалжу болған еді бізде. Мен өз басым бірінші рет эфирде отырмын. Шынымды айтсам, мен де кішкене қобалжып қалдым, бірақ енді күнделікті жұмысымыз болғандықтан жұмыс барысында не айтам, соны айтқандай болдым өз басым. Маған да бұл эфир сақталады ғой? Бұл эфир сақталады ғой бізде, негізі бұл эфир сақталады ғой, Эфирді сақтаймыз. Сипқа өзім барғым келіп кетті ғой. Жоқ, негізі бұл өте қызықты кейс, негізі, Кейс түрінде сіздерге түсіндіреміз. То есть без воды дейді ғой. Конкретно клиникасы, инфаркт кезінде қандай өзгерістері КГ-да болады. Кошачий спин. На казахском десеңізші еще. Қазақ. Неге өзімнің аудиториям көбінесе орысшада, бірақ қазақ тілінде шыққаным, көп дәрігерлер, оказывается, не бар екен, барьер бар екен. Қазақша курс жүргізсе, қазақша информацияны жақсы қабылдайтын дәрігерлер бар екен.
Қазақстанда өте көп екен ондай Бізде дәрігерлер. курстар в основном орыс тілінде, қандай курсты алып қарасаң да орыс тілінде да, ал қазақ тілінде орысша түсінбейтін де дәрігерлеріміз бар ғой, орысша ойын анық жеткізе алмайтын дәрігерлеріміз бар. Сол себепті де біз оларға арнайы осындай қазақ тілі форматта жүргізіп жатырмыз. Бұндай курс әлі болып жатқан жоқ, так что жазылып үлгеріп қалыңыздар деп қоймай қояйын ба. Иә. Вот қазақ тілін қолға алып жатырмыз. Оны 11-і 12-сі, иә, жасаймыз оны. 10-11-і 12 күндері, Құдай қаласа. Құдай қаласа. Жас болса да өте білікті, білімді маман. Енді ниетіміз, ол кішкене болса да өз білгенімізбен бөлісу, себебі кардиология саласы негізі өте күрделі сала, өте қызықты сала, бірақ керекті сала. Мүмкіндігінше қысқа да нұсқа түсіндіруге. Давайте былай жасайық, онда эфирді қорытындылайық. Осымен сіздерді егер де курсқа қатысқыларыңыз келсе, дайректке жазсаңыздар болады, немесе эфир сөзін қалдырған кісілерге уже ақпарат барды деп ойлаймын. Қатысқандарыңызға, уақыттарыңызды бөліп біз тыңдағандарыңызға көп рахмет. Құдай қаласа сіздерді өзіміздің күшті ұйымдастырылған мини курсымызда күтеміз деген ойдамын. Қорытындылап жүрсеңіздер. Таныстарыңызға айта жүріңіздер. Эфир сақталады, тағы да бір рет көріп шықсаңыздар болады. Бұл жерде де негізі керек ақпарат берілді деп ойлаймын. Ол күнделікті өзімізде болған жағдай. Тем более бұл жағдай осы жақында ғана болды. Аллаға шүкір, пациентпен бәрі жақсы. Алдағы уақытта динамикасын қарап отырамыз, оны да эфирге қойып, сіздермен бөлісуге тырысамыз. Сол әлі де осындай прямой эфирлер, басқа да ақпараттар беріп, бөлісіп отыруға дайынбыз. Күшіміз бірігіп, өте үлкен Қазақстанның дәрігерлері үшін үлкен пайда болады деп ойлаймын. Құдай қаласа, әумин. Жақсы, рахмет қарттарыңызға. Алдыға мейрам жақсы өтсін, демалыңыздар. Көп рахмет. Сау болыңыз. Пока-пока. Пока-пока.